Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 6-шы сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. 24-ші жаттығу: тақырып пен суретке қарап, өлеңнің мазмұнын болжа. Сонан соң өлеңді оқы. Бүркіт ірі қайратты, сұлу әрі айбатты, көтеріліп тым биік, көзбен шолар аймақты. Бүрген жерін жұлады, жүректі әрі қырағы. Бүркіт алғыр текті құс, ең мықтысы қыраны. Оқыған өлеңнің сипаттау мәтіні екенін дәлелде. Бұл өлең сипаттау мәтіні, өйткені бүркіттің қандай екендігін сипаттайтын ірі, қайратты, сұлу, айбатты, жүректі, қырағы, алғыр, текті екендігі айтылған, яғни қандай деген сұраққа жауап беріп, сипаттап тұр. 25-ші жаттығу: мәтінді оқып, оны жоғарыдағы мәтін түрімен салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Зат қайсысында нақты, қайсысында бейнелі суреттелген? Қыран бейнесі еркіндік белгісі, ол биік арманды білдіреді. Оның мәні әлемдік өркениетке ұмтылу, жету ниеті деген сөз. Аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі. Жоғарыдағы мәтінде бүркіт бейнелі суреттелген, ал мына мәтінде нақты суреттелген. Бірінші мәтінде бүркіттің сыртқы бейнесі, мінезі бейнеленсе, бұл мәтін ғылыми мәтін болғандықтан, оның қайда кездесетіндігі, қандай мақсатта қолданылатындығы суреттеліп жазылады. Мәтіннің соңғы сөйлемін жаз. Аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі деген сөйлем. Назар аудар: зат ғылыми мәтінде нақты, ал көркем мәтінде бейнелі суреттеледі. Ғылыми мәтінде заттың қайда кездесетіні, сыртқы бейнесі, адамның қалай пайдаланатындығы ескеріледі. 26-шы жаттығу: жаңылтпашты жатқа жаз. Атам томағаламаған бүркітті, мен томағаламағанда кім томағалайды? Томағала сөзінің мағынасын дерек көздерден біліп ал. Томағалау қыран құстың басына көзін бастыра былғары қалпақ кигізу. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналымыз пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп алыңыздар.